Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қарашаш пен Қуандық екеуі тұңғыштарын күтіп жүргенде көп балалы отбасы боламыз деп мүлдем ойламаған еді. Ол қыз бала армандады, бірақ УЗИдің алғашқы зерттеуі егіз бала, ең ықтимал ұлдар болатынын көрсетті. Солай болды да екі ұл дүниеге келді. Сонда ол көп балалы отбасының тағдырынан құтыла алмайтындарын түсінді. Өйткені қызды қатты қалады. Бұл туралы күйеуіне айтқанда ол қолын сермеп, "Не дейсің? Мен бұл балалардың айқайын қалай жеңетінімді білмеймін. Саған көмектесуге тура келеді. Енді ешқандай сәби де қыз да болмайды", деді күйеуі. "Сенің жиенің бар, сол қуаныш саған жеткілікті." Қарашаштың әпкесінің екі қызы бар еді. Қарашаш жиендерін қатты жақсы көретін, өзінің қызы болмайтынына келісуге тура келді. Бірақ бір күні күйеуін көндіре аламын деп үміттенді. Алайда олардың қарым-қатынастары нашарлай берді. Бірақ Қуандықты көндірудің қажеті болмады. Сұлушаш пен оның күйеуі апаттан қаза тапқан қайғылы оқиға Қарашашты көп балалы ана етті. Екі қыз, бірі 7 жаста, ал екіншісі 4 жаста. Туыстары болмағандықтан ешқандай мәселе туындамады. Оларды Қарашаш туған тәтесі тәрбиелеуі керек болды. Оның үстіне балаларды жақсы көретін еді. Күйеуі қарсы болатынын ол жақсы түсінді. Бірақ не істеуге болады? Келісуге тура келеді. Оған жиендерін асырап алмақшы екенін айту қорқынышты болды. Олардың қарым-қатынастары соңғы кездері онсыз да суық еді. Қуандық жиі үйден кетіп жүрді. Қарашаш оның опасыздық жасағанын сезді. Бірақ қарым-қатынастарды шиеленістіргісі келмеді. Қарашаш екі баласымен жалғыз қалудан қорықты. Ал енді 4 бала болады. Қуандық бұған қалай жауап береді? Ол қорқынышты түрде жауап берді. "Сен ақылдан адастың ба? Бізде 2 жасар 2 баламыз бар. Тағы қандай балалар? Енді не, 4 болады. Білемін, оңай болмайды. Бірақ мен сіңілілерімді балалар үйіне бергім келмейді. Бұдан ешқандай жамандық жоқ. Бәріміз бірге қандай керемет болатынын көресің", деп көндірді Қарашаш. "Жоқ, оны менсіз көресің", деді Қуандық. "Сен таңдау жасауың керек. Не мен, не олар." Қарашаш жетім қалған балалардың пайдасына таңдау жасады. Қуандық та сөзінде тұрды. Яғни әйелін осындай қиын жағдайда тастап кетті. "Сен мені осылай сатып кете аласың ба?" деп сұрады Қарашаш. "Сен бөгде адамдарды өзіңе жақын екенін көрсетіп тұрсың", деді күйеуі. "Мен саған пәтерді қалдырамын, және өз балаларыма алимент төлеймін. Сондықтан жылаудың қажеті жоқ." "Шынымен де, сатқынға жылаудың не керегі бар?" деді Қарашаш. Ол күйеуінің кету себебі отбасының бақылаусыз кеңеюіне байланысты емес екенін білді. Қуандықтың кетуінің себебі ол біреуді тапты. Иә, оның көңілдесі бар еді. Қарашаш оны ажырасуға қол қойған кезде ғана білді. Бірақ енді оның бұған шаруасы жоқ. Басқа нәрселерді ойлау керек. Бастапқыда өте қиын болды. Бірақ бірте-бірте Қарашаш үйреніп кетті. Қиындықтар тек материалдық жағынан қалды. Балаларға берілетін жәрдемақы жеткіліксіз болды. Ал егіздер сәл өскенде ол жұмысқа шығуды ойлай бастады. Бірақ 4 баласы бар ананы қайда жұмысқа алғысы келеді? Оның үстіне балаларды қарауға ешкім болмайтынын түсінді. Яғни ең қарапайым лауазымды таңдауға тура келеді.
демек төмен жалақылы жұмыс. Бірақ бұл да оңай болмады. Ол кеңсе орталығына тазалаушы болып жұмысқа тұрды. Бірақ жұмыстан кетуге тура келді. Өйткені ол толық күн жұмыс істеу керек еді. Әрі оның кейде кетіп қалатынына басқа қызметкерлер наразы болды. Бірде оған досы көмектесті. Тексеруші болып жұмысқа кірсеңші. Счетчиктерді тексересің. Қарызын бермей жүргендерден қарызын аласың. Кестесі өте еркін. Кез келген уақытта үйге балаларыңды тексеруге кете аласың. Ал жалақысы өте жақсы. Қарашаш жұмысқа тұрып, бұл жерге өте риза болды. Олар да оған риза болды. Өйткені ол адал жұмыс істеді. Мұқият, ұқыпты, сыпайы болды. Және бірде есептегіштердің көрсеткіштерін өз пайдасына бұрауды үйренген алаяқтарды анықтай алды. Бір күні кезекті сапардың бірінде оған мүгедектер арбасындағы адам есікті ашты. Ол ыңғайсызданды. Өйткені бұған дейін мұндай жағдай болмаған еді. Бұл адамның алаяқ емес екені анық еді. Әрине, оған төлем бойынша қарызы үшін сөгіс жариялауға тура келеді. Бірақ амал жоқ. Кісі жақын арада өтеймін деп уәде берді. Кешірерсіз, үйден шыға алмағандықтан қарыз болып қалдым. Ауа райы жаман болды. Сонымен қатар бізде пандус жоқ. Жарайды, Исламбек, мен сіздің құжаттарыңызды тексеру үшін сіздің деректеріңізді жазып алайын, деді Қарашаш пәтерге кіріп. Қожайын қажетті қағаздарды іздеп жүргенде айналасына көз жүгіртті. Бір орында қатып қалды. Ол үстелде қаралы жақтауы бар өзінің портреті тұрғанына таң қалды. Ол пәтер қожайынын танымайтын еді. Оның үстіне ол әлі тірі еді. Бірақ сурет өзі болды. Бұл өте таңғаларлық еді. Бұл нені білдіреді? Деп сұрады Қарашаш. Сізде бұл не істеп жүр? Бұл не? Деп таң қалды ер адам. Мен пәтерді жалдап тұрамын. Портрет әрқашан осында тұрды. Шамасы қожайын әйел қалдырған. Бұл фотосуретте менмін, деп түсіндірді Қарашаш. Ер адам оған мұқият қарады. Расымен де, мен бірден байқамадым. Оған мүлдем қараған жоқпын. Бұл қожайынның қандай да бір туысы немесе танысы деп ойладым. Біреудің қайғысына деген құрметіммен алып тастамадым. Бәлкім бұл сурет оған қымбат шығар. Бірақ бұл сіз емес шығар. Жай ұқсас біреу шығар. Сіздің әпкеңіз болды ма? Иә, болды. Бірақ жол апатынан қаза тапты. Шынымды айтсам, біз егіз болған жоқпыз. Бұл менің әпкемнің портреті емес. Дәл менікі. Ештеңе түсінбеймін, деп таңғалды Қарашаш. Иә, өте таңғаларлық. Көңіл айтамын. Мен де міне, көрдіңіз бе, зардап шектім. Арқамнан жарақат алдым, деп түсіндірді ер адам құжаттарды іздеп. Әрине, енді ешкімге қажет болмай қалдым. Әйелім менен бас тартты. Пәтер жалдауға тура келді. Қожайын әйел өте жас әйел. Портретке қатысты одан сұраған дұрыс. Мен сізге телефонын беремін, деді ол. Менің ойымша бұл қандай да бір қателік. Уайымдамаңыз. Портрет ол жай ғана портрет. Мен уайымдамаймын. Бірақ қандай таңғаларлық, деп түсіндірді Қарашаш өз абдырауын. Ол бұл қожайын әйелдің кім екенін және неліктен оны жерлеуге үлгергенін білуді шешті. Қарашаш қоңырау шалмай, онымен бірден кездесуді шешті. Мекенжайын біліп, оған кірді. Көргенде таң қалды. Бұл оның күйеуінің көңілдесі Аида еді. Не, күйеуінің артынан келдің бе? Деп мысқылдап сұрады ол Қарашаштан. Сіз мекенжайдан қателестіңіз. Мұнда сіздің қуандығыңыз жоқ, деп мені қуып шықты. Маған қуандық керек емес.
деп қарсылық білдірді Қарашаш. Және не үшін келгенін түсіндірді. Солай ма? Көрдің бе? Құттықтаймын, деді Аида уытты түрде. Мен сенің істің мәнісін білетініңе қуаныштымын. Мен сенің бүкіл отбасыңды жек көремін, және бәріңе өлім тілеймін. Міне, көрдің бе? Мен көп нәрсеге қол жеткіздім. Сенің ата-анаң қайтыс болды. Әпкең де, енді сенің кезегің. Сен тым төзімді болып шықтың. Сен есуассың, деп ауытқуы бар қауіпті адамнан шегініп. Жоқ Қарашаш, есуас емеспін. Жай ғана бақытсызбын. Кімнің кесірінен? Сенің әкеңнің, біздің әкеміздің кесірінен. Бұл қалай? Деп қорқып сұрады Қарашаш. Менің әкем саған қалай кінәлі? Ол менің де әкем болған. Ол менің анаммен тұрды. Содан кейін сенің анаңды кездестіріп, менің анамды жүкті қылып қалдырып кетті. Ол мені туды, бірақ оны ұмыта алмады. Азап шекті, іше бастады, және нәтижесінде қайтыс болды. Мен осының салдарынан әкесіз де анасыз да өстім. Енді түсінікті ме? Олай болуы мүмкін емес, деп айқайлады Қарашаш. Сен олай болуы мүмкін емес деп ойлайсың, ал мен бәрі солай болғанын білемін. Мен тек одан ғана емес, сендердің бәріңнен, сенің анаңнан да кек алуға ант бердім. Ол әкемді алып кетті, бірақ сендер де маған кінәлісіңдер. Бақытты отбасында өмір сүрдіңдер, ал мен бәрінен тасталған, ешкімге қажетсіз қаңғырып жүрдім. Қалай екенін білесің бе? Міне, көрдің бе? Мен өз дегеніме жеттім. Сенің ата-анаңның молаға барар жолы сол. Сен де әпкеңмен бірге олардан кем кінәлі емессіңдер. Сондықтан сенің сұлу шашың апаттан қаза тапты. Енді сенің кезегің. Сен де өлесің. Сенімен сондай бірдеңе болмайынша мен тынышталмаймын. Иә, сен өз дегеніңе жеттің, деп сыбырларды Қарашаш. Қуандық мені тастап кетті. Мен балаларыммен жалғыз қалдым. Олар төртеу, өйткені Сұлушаштың балаларын алдым. Енді не? Сен ата-анаңның кінәсін өтедің деп айтқың келе ме? Жоқ, мен олай ойламаймын. Менің ойымша сендердің ешқайсыңыз да өмір сүрмеулерің керек еді. Ал балаларшы? Ал балаларға не болады? Мен әкесіз және ішетін анаммен өстім. Сендердің балаларың да өседі. Әрине, егер қаласа, қаламасын тіпті өлсе де маған бәрібір. Сосын олар сенен кек алады ғой, деп еңкілдеді Қарашаш. Ол бұл әйелдің шын немесе өтірік айтып тұрғанын білмеді, бірақ оны аяп кетті. Ал менен кек алудың қажеті жоқ. Бәрі біткенде өзім өлемін. Менің балам жоқ, ешқашан болмайды да. Сондықтан сен бұл жерден кетуіңе болады. Өміріңде бақыт болмайтынын, балаларыңның тіпті балалар үйіне түсетінін біл. Қарашаш бұл әйелмен сөйлесудің пайдасыз екенін түсінді. Ол шынымен де ақылдан адасқан. Қарашаштың әкесінің басқа әйелдермен қарым-қатынасы болды ма, жоқ па, оның үстіне ол анасымен таныспаған кезде ештеңе түсінбеді. Тіпті болған күннің өзінде оның оған қандай қатысы бар? Иә, оның Сұлушашпен балалық шағы болды. Ол үшін ата-анасын жек көріп кету дұрыс емес деді. Қарашаш бұл әңгіме мен таныстықты ұмытып кетуді жөн көрді. Ол реалист болғандықтан әрине. Бұл Аиданың оның ата-анасы қайтыс болғанына және әпкесі қайтыс болғанына ешқандай кінәсі жоқ деп есептеді. Оның жалғыз жасай алғаны оларды Қуандықпен ажырастыру. Бірақ бұл жерде көңілдестің ешқандай еңбегі жоқ еді. Және Қуандық Аиданы да тастап кеткен еді. Аида бұл шаруаға кірісе кетті. Көп ұзамай Қарашаштың жұмысына хат келді.
Онда ол есептегіштерді тексеруге келетін адамдарды еліктіріп жатқаны туралы хабарланды. Қарашаш шағымның авторы кім екенін жақсы түсінді. Бастығына түсіндіруге тырысты, бірақ ол сенбеді және ол қайтадан жұмыстан кетуге мәжбүр болды. Қайтадан жұмыссыз қалды. Осылайша ол балаларынан айырылып қалу қаупі толықтай шынайы болды. Бірақ ақырында жинаққорлар әлі де болды. Оның үстіне балаларға жәрдемақы беріледі. Сондықтан жақын арада бұдан қорқудың қажеті жоқ еді. Аиданың кегі осымен аяқталады деп үміттенейік. Бәлкім тынышталып, біреуге кек алуға тырыспай, өз өмірімен өмір сүру керек екенін түсінер деп ойлады Қарашаш. Ақыр соңында оның 4 баласы бар. Ол оларды жақсы көреді. Оларды тәрбиелеу керек. Ал бүкіл әлемге өкпелеген қандай да бір әйелдер туралы ойламау керек. Бір күні барлығы саябақта ойнап жүргенде әйел сурет салып отырған мүгедек арбадағы кісіні көреді. Балалар қызығып жүгіріп келіп, оларды да сурет салуға үйретуін сұрай бастады. Қарашаш жақындап келсе, бұл оның бұрынғы жұмысында танысқан адам екенін көрді. Ол Исламбекті жиі есіне алып, тіпті оған барып көңілін сұрағысы келген еді. Кездескенде жақындап келіп, сәлемдесіп өзін таныстырды. Сіздің суретші екеніңізді білмеппін, деді ол оның кәсіби түрде салынған суретіне қарап. Қайдағы суретші? Әуесқоймын, яғни оқыдым. Тіпті оқытушы болғым келді. Бірақ көрдіңіз бе, олай болмады, деп күрсінді ер адам. Неге болмады? Деп таңғалды Қарашаш. Түсінемін. Қазір бір жерге барып сабақ беру қиын, бірақ үйде жеке сабақ беруге болады ғой. Осылайша сіз де ақша тауып адамдарға көмектесер едіңіз. Бұл идея Исламбекке ұнады және Қарашаштың көмегімен ол көп ұзамай шәкірттер жинады. Істері жақсы жүрді. Қосымша табысы пайда болды және операция туралы арманы шынайылыққа айналды. Бір күні пәтер қожайыны пәтер тұрғынының қалай өмір сүріп жатқанын тексеру үшін келді. Дәл сол кезде Исламбектің шәкірттері өз папкаларымен шығып жатқан еді. Ол таң қалып, балалардың бәрін тоқтатып, оның мұнда не істеп жүргенін сұрады. Ол бәрін қалай болды солай болғанын айтты. Біз мұнда сабақ оқыдық. Аида пәтерге кіріп, Исламбекке тап берді. Бұл нені білдіреді? Мен пәтерді тек сізге жалға бердім, ал сіз мұнда балалар алаңын жасағансыз. Жоқ, қандай алаң? Жай балаларға сурет салу сабағынан беремін. Менің қалай да ақша табуым керек қой, деп ақталды ер адам оның ашуын көріп. Ақша табу керемет, әрине, бірақ мұны өз аумағыңызда жасау керек, деп ашулана айқайлады қожайын әйел. Сен мұнда әлі де слесарь шеберханасын ұйымдастырмақсың ба? Барлық түсіндірулер пайдасыз болды. Аида тынышталуды қаламады. Мен пәтерді бір ересек адамға жалға бердім және мұнда қандай да бір жиналыстардың болғанын қаламаймын. Пәтер бұл пәтер. Жиналыстарыңды жинастырып кетіңдер. Мен мұнда ешқандай тосынсый ұйымдастырмайтын қалыпты адамға жалға беремін. Исламбекке не істеу керек еді? Ақыр соңында Аида қожайын еді. Ол оған пәтерді өз қатысуынан тазартуды бұйырды және ол бағынуға мәжбүр болды. Кешке ол Қарашашқа қоңырау шалып, болған жағдайды айтты. Міне, көрдіңіз бе, тағы да сәтсіздікке ұшырадым. Қазір тез арада бірдеңе іздестіріп жатырмын, деді ол мұңайып. Ештеңе іздеудің қажеті жоқ, деді Қарашаш шешімді түрде. Маған көшіп кел. Біз балалармен бірге қуанамыз. Бір шама ыңғайсыз, деп күмәнданды Исламбек. Қарашаш тыныштандырып, өте ыңғайлы. Мен пәтердің қожайынымын.
және мен сені шақырамын. Отаға ақша жинап жатқан сияқтысың. Міне, сен бұған қол жеткізген кезде және ақыры аяғыңа тұра алған кезде, сонда мені өз аяғыңмен тастап кетесің. Мүмкін өзіңе пәтер сатып аларсың. Ал әзірге көшіп кел. Ол әрине күмәнданған еді. Көп балалы анаға ауыртпалық түсіру ыңғайсыз еді. Оған онсыз да оңай емес еді. Бірақ ол оны тыныштандырды. Ислам, тоқташы. Сен маған мүлдем ауыртпалық емессің. Біріншіден, үйде ер адам ешқашан артық болмайды. Менің ұлдарым өсіп келеді. Ер адамның ықпалы қажет. Екіншіден, мен білмеймін. Мүмкін жоғары жақта маған көмектескенің үшін жақсылық жасар. Күмән келтірмеші, өтінемін. Осылайша олар бірге отбасы сияқты өмір сүре бастады. Исламбектің шәкірттері Қарашаштың үйінде жинала бастады. Оның балалары да бірте-бірте сурет салуды үйрене бастады. Қарашаштың өзінде бос уақыты пайда болды. Ол Исламбекке балаларын қалдырып жұмыс жасай алатын еді. Енді Аиданың өзін толықтай сәтсіздікке ұшыраған адам деп санауға барлық негізі болды. Ол ашуланды. Барлық жоспарларының күл-талқаны болғанын түсінді. Өз бақытсыз балалығы үшін кек ала алмады. Күйеуі Қарашашты тастап кетті. Бірақ ол бұрынғыдан да жаман өмір сүрмейді. Тіпті өміріне риза болып, оның өзін жақсы көретін балалар бар. Оның үстіне ер адамда бар. Мүгедек. Бірақ олар бірге өз рахаттары үшін өмір сүреді. Ал ол Аида барлығынан тасталған жалғыз қалпында қалды. Және енді өзін жауы деп санаған адамға қалай жақындау керектігін білмейді. Осындай көңіл күйде өзіне таңғы ас дайындап жатып, ол халатының кең жеңі газ плитасының отынан қалай тұтанғанын байқамады. Мата бірден жанып кетті. Көйлегін шешіп үлгермеді. Нәтижесінде өрт бетін алып кетті. Шашын күйдірді. Аиданы жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізді. Ол палатада жалғыз жатып, жабырқап ойлады. Міне, бәрі бітті. Өмір аяқталды. Мүмкін мен ұзақ өмір сүретін шығармын. Бірақ менің тыртықтарыммен кімге керекпін? Әкемнің көңілдесінің қызы жақсы өмір сүреді. Ал мен аянышты жалғыз оған қараймын ба? Жоқ, маған мұндай өмірдің қажеті жоқ, деп ойлады ол, және терезеден шығуды шешті. 3-ші қабат қана мүмкін, жарақаттанбаймын, бірақ кем дегенде өлімге жақындаймын. Бақытқа орай оның бұл қылығын басқалары байқап, дәрігерді шақырды. Неге өлесіз? Сіздің туыстарыңыз бар ма? Деп сұрады дәрігер. Менде ешкім жоқ. Енді ешқашан болмайды да. Маған у берсеңіз жақсы болар еді, деді ол. Тоқтаңыз. Егер сіз өзіңізді осылай ұстасаңыз, сіздің психиатриялық ауруханаға ауыстыруға тура келеді. Ол бұл науқасты шынымен де аяды. Оның өмірлік жағдайларын білмеді. Қандай да бір туыстарын іздеуге тырысып, тек Қарашаштың телефонын тапты. Ол оған қоңырау шалып, оның танысына не болып жатқанын айтты. Егер сіз оған барып, қандай да бір жолмен көңілін көтерсеңіз, жақсы болар еді, деді ол. Қарашаш Аиданы мазалау үшін емес, дәл осындай аянышты жағдайда қалған әйелді аздап қолдау үшін келді. Енді қуанып жүрсің бе? Деп сұрады Аида. Сен ақылдан адастың ба? Мен ештеңеге қуанып жүрген жоқпын. Мен саған жанашырлық білдіремін. Біздің ата-анамыз не істегенін білмеймін. Бірақ мен де сен де бұған кінәлі емеспіз. Күйзелісті тоқтатып, жазылып жаңаша өмір сүруді үйренейік. Міне, менің қолымнан келді. Сенің де қолыңнан келеді. Таң қаларлықтай бұл Аидаға әсер еткен сияқты.
Ол енді ешқандай ақымақтық жасамауға уәде берді. Қарашаш оны ауруханадан шыққанға дейін келіп кетуді жалғастырды және Аиданың жазылып келе жатқанына, оның тыртықтары қауіптенгендей соншалықты қорқынышты емес екеніне қуанды. Ал ауруханадан шығар кезде өздерін жау санаған екі әйел досқа айналды. Қарашаш Аиданы ауруханадан қарсы алды, үйіне шығарып салды. Олар тіпті пәтерде отырып болған оқиғалы туралы сөйлесті. Аида Қарашаштың фотосуретін алып қаралы жақтаудан шығарды. Мен енді ешқашан мұндай іс жасамаймын және саған тек жақсылық тілеймін. Мен сенің қандай екеніңді білмедім. Егер менің алдымда кінәлі біреу болса, ол біздің әкеміз, бірақ мен оны кешіремін. Жай ғана мәңгілікке ұмытамын. Міне, қазір күте тұр. Ол фотосуреттер бар альбомды алып шықты. Оның барлық фотосуреттерінде лақтырып жіберемін. Ештеңе еске түсірмейтін болсын деді. Ол тез арада суретті тапты. Жыртып тастағысы келді, бірақ Қарашаш оны тоқтатты. Күте тұр. Бұл кім? Қандай ер адам? Қандай ер адам? Менің әкем және сенің де. Танымайсың ба? Жоқ, менің әкем мүлдем басқаша көрінетін. Ол тіпті ұқсамайды. Қалай ұқсамайды? Дәурен Жомартұлы, сенің анаңның күйеуі емес пе? Иә, аты рас. Бірақ бұл сирек кездесетін есім емес қой. Мен саған айтамын, бұл ол емес. Мен саған фотосурет көрсетемін. Қалайша? Деп абдырап күбірледі Аида. Мен қателескенмін бе? Осылай болып шықты, деп күрсінді Қарашаш. Жарайды, ештеңе жасамағаныңа, тек жамандық тілегеніңе қуан. Енді не істейсің? Басқа Дәуренді іздеп, басқа отбасынан кек алмақшысың ба? Аида күрсініп, жоқ Қарашаш, енді олай болмайды. Менің кегімнің неге әкелгенін көріп тұрмын. Мен біреуден кек алсам, онда тек өзімнен ғана. Ол әлі де тыртық көрініп тұрған бетіне қолын тигізді. Ал сен енді менің досым боласың ба? Рас па? Мен саған қолымнан келгенше көмектесемін. Балалармен отырамын. Оларды күтемін. Әрине, егер рұқсат етсең. Рұқсат етемін. Және өте қуанышты боламын. Ал Исламбектің емі жарты жылдан кейін аяқталады. Мен сені біздің үйлену тойымызға шақырамын, деп күлімсіреді Қарашаш. Айтпақшы, сенің емдеуші дәрігерің саған қызыға қарап жүрді. Сондықтан екеуің бірге келіңдер.